Қазақтың еркектері төртті айтамыз ба? Бірақ айқайламай айтайын, үйде отырған жоқпыз. Айқайламай кішкене жаймен айтайын. Біздің қазақтың еркектері үйге қонақ келіп жатқанда, егер де әгәраки ол үйде болған болса, анау есіктің бұрандасы түсіп қалған, плинтустың шегесі кеткен болса, соны жөнейді ғой. 2 жыл тұрғанда көрмейді, қонақ келетқанда көреді ғой. Ойбай. 2 жылдан бері тұрған нәрсе ғой деп айтып қаласың енді шек. Мына іш деген, ой әшейін. 2 жылдан бері тұрады ғой, бүгін қонақ келіп жатқан кезде осыны жөндемей қойсаң қайтетін еді дейсің ғой. Басты қатырмаш дейді. Отвертканы тауып әкел дейді. Шиповер тауып әкел дейді. Плоскобысын тауып әкел дейді. Терлеп, тепшіп, бала шағасымен кірісіп, жаңағы жөндеп кетеді ғой шашыпшы. Ойбай, жынмаңызды қайде. Ол аз болса, анда-санда бір 2-3 жылда бір қора-қопсықты тазалайды олар. Балконын тазалайды. Сол көзді бәрін лақтырады ғой. Бүткіл дүние әйелге керек қой. Не жинай бересің, кемпір құсап дейді. Керек дүниені өздері білмейді. Жоғалған затын соның арасынан тауып беретімізді тағы білмейді. Ойбай, тұра берсін оған, тиме оны біз бүйтеміз. Ойбай, оны ана бала киеді. Қоқыр-соқырдың бәрі не қайды бәлем? Одан да жинамай отыра берген артық.